Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тұлға бағдарламасы және мен Әділ Құттыбаев. Бүгін студиямызда Алматы облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі, Ақсу ауданының құрметті азаматы, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің құрметті профессоры Ғабит Тұрсынбаев. Ғабит аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңізге мәлім, биыл оқу ордамыз жарты ғасырлық мерейтойын тойламақшы. 50 жылда ел жаңа дейді. Университетіміздің құрметті профессоры ретінде кешегі Талдықорған институты мен бүгінгі Жетісу университетін салыстырып айтып берсеңіз. Әрине, айырмашылығы жер мен көктей. Ол кездегі мүмкіндікпен қазіргі мүмкіндікті біріншіден мынау ғылым мен техниканың дамуы, әсіресе мынау электрондық қазіргі мәліметтердің таралуы, ол жағынан өте зор мүмкіндіктер бүгінгі таңда бар. Біздің кезімізде оқып жүргенде бір кітапты күтетіміз кезекпен кітапханадан. Мысалға мен қазақ бөлімінде оқыдым. Құбылғұл Жарықбаевтың «Психология» деген кітабын бүкіл университет, соны кімде екен, қазір кімнің қолында, ол кезде университет емес қой, енді институт. Соны қай факультетте екен деп іздеп бір-бірімізді тауып алып жүріп дайындалатынбыз. Ал енді қазіргі таңда олай емес қой. Қазір не керек, бәрі интернет арқылы да, электрондық кітапхана арқылы да бәрін алуға болады. Бұл заманның берген мүмкіндігі. Ал енді институттың сол кездегі қазіргі университетке айналу кезеңі бәрі көз алдымызда өтті. Осы уақыттың ішінде материалдық техникалық базаның жаңаруы, мынау жоғары білім саласының реформалары, қазіргі бакалавриат, магистратура, докторантура дегендей бұл жүйеде өзгерді. Содан кейін шет елдерге жол ашылды. Біз кеңестік жүйенің кезінде ол тар құрсау, қатаң шеңбердің ішінде болдық. Ол кезде идеалистік және материалистік деген ұғымдар болды. Біз сол шет елдің идеологиясына қарсы жұмыс жасаған үлкен кеңес одағының идеологиясының заманында оқығандықтан белгілі бір шектеулер болды. Шет ел ғалымдарының таратқан білімдерін бізге керісінше басқадай көрсеткен кездер болды. Қазір енді сіздердің көздеріңіз ашық, шетелге шығып білім аласыздар. Магистратураны барып, со жақта тәжірибеден өтесіздер. Бакалавриатта өзінде мүмкіндігі барлар барып келіп жатады. Бұл жағы әрине үлкен айырмашылық. Және де ол кезеңде университетте институтта 5 факультет болды. Ол физика-математика факультеті, филология факультеті, дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындық және мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру факультеттері болды. Әрине факультеттердің білім базалары ол кезде де өте жақсы болды деп айталам. Себебі сол кезде Ресейде, Украинада, басқа да осы одақтас мемлекеттерде ғылыми жұмыстарын, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, кандидаттық қорғаған, докторлық қорғаған ғалымдар сабақ берді. Ол кездегі педагогикалық институттың декандарының өзі бір осы университеттің ректорындай тұлға көрінуші еді бізге сол уақытта. Менің деканым болған Ростислав Дорофеевич Кагай деген профессор, Бопаев Кәдем Балапанұлы деген ағаларымыз декандар болды. Талай жыл музыка факультетін басқарған Есен Шораұлы Теміров деген, сол сияқты көптеген азаматтар сол кезде физика-математика факультетінде декан болған Серік Ихсанұлы сияқты үлкен-үлкен тұлғалар болды. Ол кісілердің жүріс-тұрысы, мәдениеті, білімі сол кездегі студенттерге өте үлкен өнеге болатын. Және де ол уақыттағы белгілі бір жүйеге негізделген тәрбие, студенттермен жұмыс саласының да бағыты кішкене өзгерек болды. Себебі ол кезде советтік жүйенің, кеңестік жүйенің комсомол комитеті дейтін комитет болатын. Біздің оқыған кезеңіміз 86 жылғы желтоқсан оқиғасының тұспа тұс келді. Мен өзім әскерден келіп,
3 жыл еңбек өтілімен келіп оқуға түскенмін. Сол кезде желтоқсан оқиғасына осы біздің Талдықорған педагогикалық институтының студенттері қатысып, өздерінің патриоттық сезімдерін білдіріп, мемлекетті, осы мемлекеттен шыққан азамат басқару керек деген орталықтың саясатына қарсы ол кезде Мәскеудің. Және де бізде ол кезде қазақ бөлімінде оқысақ та, ұлттық өзіміздің тілімізде әдебиеттер жоқ болды. Оқулықтар. Әдебиет болғанда әрине қазақ әдебиет жақсы дамыды ғой. Мен әдеби шығарма туралы айтып отырған жоқпын. Бұл жерде қажетті кәсіби білім алатын оқулықтар жоқтың қасы болды. Тіпті қарапайым педагогикалық оқу құралдарының өзін біз Мәскеуден шыққан оқулықтарды өзіміз қазақшаға аударатымыз. Түнімен отырып, соны қазақшаға аударып, дәрістерімізді жазып, болмаса бізге сол ешкім сен қазақ бөлімінде оқып жатырсың, мынау әдебиетті саған қазақ бөлімінде аударып берейін деп айтпайды. Ол туралы әңгіме де болмайтын. Сондықтан ол бір қалыпты жағдай сияқты болатын. Сосын жаңа желтоқсан оқиғасы туралы айтып өттім. Ол кезде студенттердің не себепті қатысуы? Мысалға, біз бірінші курстың студенті едік. Жаңағындай оқулықтар жоқтың қасы. Ол бір. Екінші, өзі қазақ бөлімінде сабақ беретін бір мұғалім лекторың ауырып қалса, сол пәнді орыс бөлімінде сабақ беретін мұғалім келіп орыс тілінде жүргізе береді. Аудиторияда отырған ауыл-ауылдан келген қазақтың қарадомалақ балалары көбісі орыс тілін білмейді. Не себептен сен жаңағы орыс тілін білмейсің деп, керісінше өзің ұрсат, сен орыс тілін білуге міндеттісің. Мынау саған қазақ тілінде берек деген әңгіме жоқ болатын. Сондықтан ол өз кезегінде мына студенттердің ішінде неге бұлай? Өз елімде, өз жерімде, өз ана тілімде мен неге білім ала алмаймын? Неге осындай оқулықтар жетіспейді? Неге республиканың басшысын орталықтан Мәскеуден тағайындау керек деген сияқты өте әділ, қарапайым сұрақтар туындады. Сол сұрақтар біздің замандастарымызды, курстастарымызды сол кезде алаңға алып шыққан болатын. Мінекей сондай жағдайлар енді. Сізде осы қара шаңырақта білім алдыңыз. Осы орайда Жетісу университетінің кадр даярлау жұмысы туралы айтып отырсаңыз, жалпы білім беру жүйесі қалай? Жетісу университетінің кадр даярлау, менің ойымша, қазіргі осы тек қана Жетісу жері Алматы облысы емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өзге де осы мемлекеттерде қызмет етіп жүрген азаматтар баршылық түлектеріміз. Оны біз мақтанышпен айта аламыз. Себебі оқу материалдық базасы жақсы, мүмкіндігі мол, осындай сәулетті, кең, жарық аудиториялары бар, техникалық мүмкіндігі де қазір. Сосын мынау европалық жоғары білім беру жүйесімен де қазіргі таңда әртүрлі келісім шарттарға қол қойып, студенттер алмасу, білімдерін жетілдіру, бұл өте зор мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да оқимын деген адамға жағдай бар. Оқимын деген адам жоқ нәрсені іздеп жүріп тауып алып оқиды. Ал енді бұл жерде оқып жатқан азаматтарға тек қана сол ынтаменен жігер керек, арғаратай осы мемлекетке қажетті мамандықтарды даярлап беріп жатқан университетке біздің алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Мен ол жағынан мүмкіндігін аса зор және оны үлкен бір қабілетпен іске асырып жатыр деп ойлаймын. Қазақстан Халқы Ассамблеясы Алматы облыстық филиалына басшылық еткен кезіңізде Жетісу университетімен біршама жобаларды іске асырып, іс-сапарлар жасаған едіңіз. Осы ұйымдастырылған іс-сапарлардың нәтижесі қандай? 16 жылдан астам уақыт бойы осы Алматы облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясын басқардым. Сол кезеңде біз осы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетімен көптеген жобалар жүзеге асырдық. Ең бірінші осы университеттің жанынан студенттік ассамблея құрдық. Себебі университетте әр этнос өкілдері оқиды. Сол әр этнос өкілдерін қазақ мәдениетінің, қазақ тілінің, қазақ салт дәстүрінің төңірегіне топтастырып, осы мемлекет құраушы ұлттың қадір қасиетін біліп бағалауы
ол үлкен мемлекеттік маңызы бар жұмыс. Сондықтан да әуелі осы жастардан бастап осы жұмысты бастадық. Және де ол жұмыстың қандай да бір ғылыми негізі болу үшін университеттің ректоры, төрағасы болып табылатын ғылыми сараптық топ ұйымдастырдық. Оны университеттің ректоры басқарды. Сол ғылыми сараптық топтың құрамына мынау саясаттанушы, тарихшы және басқа да ғалымдарды қосып, қазіргі қоғамдағы болып жатқан үдерістер, олардың даму бағытын және де өткен тарихымызбен салыстыра отырып, алдағы уақытта қандай жұмыстар істеуге болады деген ұсынымдар дайындап отырдық болашақ жұмысымызға. Оның нәтижесін берді. Бұл нәтижені сол атқарған жұмыстарымыздан бүгінгі күні өткен күннің тұрғысынан қарасақ бағалауға болады. Бір емес, үш бірдей ғылыми танымдық, көркем суретте иллюстрациялық кітап шығардық. Жұлдызы жарқыраған Қазақстан деген, содан кейін мына Алматы облысының республикалық, облыстық, аудандық және мынау жергілікті маңызы бар киелі жерлері деген тақырыпта үлкен бір ғылыми жұмыстың қорытындысы кітап болып шықты. Ол жайдан жай ғана отырып аудиторияда жазыла салған емес. Осы университеттің ректоры Қуат Маратұлы бастап қатысып, университеттің декандары, проректорлары қатысып, сонау шығыстағы шекарамыз Алматы облысының Алакөл ауданынан бастап, сол мына батысқа қарай, оңтүстікке қарай барлық осы өңірді жетісу жерін аралап өтіп, мынау Жамбыл ауданының Қырғыз еліменен шектесетін шекарасына дейін барып, мына жағымыз Жаркент, Қытай шекарасына дейін шектесетін шекараларға барып, сол жерлердегі мынау қазақтың ұғымында киелі деп аталатын әртүрлі мына Панфилов ауданында Найза тапқан деп аталатын жер бар, киелі бұлақтар. Кербұлақ ауданында бар. Қазіргі Ақсу ауданының аумағында Райана деп аталатын, Рай көлі деп аталатын жер бар. Сол сияқты Алакөлдегі Қос келіншек күмбезінен бастап, содан кейін Ақсу ауданының Сағабиенің төңірегіндегі ескі көне қалашықтар, осылардың бәрін көзімізбенен көріп, қолымызбенен ұстап, олардың суының, жерінің пробасын дейміз ғой, соны алып келіп лабораториялық зерттеулер жүргізіп, жаңағы Рай көлінің суының құрамы қандай, оның қандай емдік қасиеті болуы мүмкін. Найза тапқанның, әйтпесе мына Кербұлақ ауданындағы жаңағы киелі бұлақтардың қандай химиялық құрамына дейін анықталып, сол кітапта біз оны жеке таблица түрінде бердік. Оған осы университеттің географ ғалымдары, тек қана басшылар емес, сол Ілиястану орталығының адамдары да қатысып, басқа да жобалар жасадық. Бұл енді үлкен бір жоба болды. Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойының қарсаңында Москва қаласына Ілияс Жансүгіров оқыған журналистика институтын бітірген ғой. Алғашқы қазақтан шыққан тұңғыш кәсіпқой журналист болды. Ресейден сол заманда барып Мәскеуден оқу деген ол кезде әрбір қазақтың қолы жете бермейтін дүние. Сол жерде Ілиястың қандай ізі қалды, не бар екен, бізде Қазақстанда әлі жарыққа шықпаған дүниесі бар ма деген ойменен осы университеттің Ілиястану орталығының жетекшісі, филология ғылымының докторы Мұратбек Иманғазинов, содан кейін жас зерттеуші, қазір Түркияда білім алып жатқан Елдос Тоқтарбай, содан кейін Ілияс Жансүгіров музейінің аға ғылыми қызметкері Салтанат деген апайларың, Жетісу газетіндегі істейтін Гүлжан Тұрсын деген апайларың. Осы кісілердің бәрін басын қосып Москваға алып бардым. Бастап Москва, Петербург қалаларында зерттеу жүргіздік. Сол жердегі Кремльдің іргесінде, Қызыл алаңның басында бір кітапханадан
кіріп барған кезде ең бірінші көзіме оттай басылғаны Ілияс Жансүгіровтің балаларға арналған кітаптары. Өкінішке орай сол кітаптарды бізде Ілиясты халық жау деп атқанда жойып жіберген екен. Өртеніп, кітапханалардан тәркіленіп, алынып, жойылып кеткен. Ал Ресейдің Кремльдің іргесіндегі кітапханасында Қазақстанға арналған бөлімінде сөреде тұр. Сол жерден тауып-қанымызда енді қуанышымызда шек болған жоқ. Жаңағы жерде суретке түсіріп, отырып, ақтарып, төңкеріп, қарап, сол кездегі латын әрпімен басылған кітаптары, дүниелері. Содан кейін үлкен Мәскеудегі анау кітапханада отырып, Ілиястың сол жерде тағы қалған не дүниесі бар екен, олардың қорын ақтарып, бірталай нәрселер таптық. Ары қаратай ол Петербургта Максим Горкийменен кездескен, мына жағында Пушкин дейтін қалада, сол жерлерге барып Лекеңнің ізін ақтардық енді. Қорытындысында үлкен бір қоржын материалдар алып келдік. Оны осы Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығына арналған университеттің базасында өткен республикалық ғылыми конференцияда баяндамада айтылды. Облыс әкімі бұл жөнінде айтты, осындай неге барып келді, осындай алып келдік деп. Музейдің қорына тапсырдық. Енді болашақ үшін жасалған үлкен дүние болды деп ойлаймын. Ол жөнінде қазақ әдебиеті, Түркістан газеттерінде мақалалар жарияланды. Өзіміздің облыстық Жетісу газетінде мақалалар жарияланды. Сондай жобаларды осы университетпен бірлесіп жүзеге асырдық. Ендігі жаңа қызметіңізде білім ордасымен қандай жоспарлар бар? Және жалпы бұл қызметіңіз қандай бағыттар ұстанады? Әдеп жөніндегі уәкіл институты бұл осы мемлекеттік қызметшілердің өзінің қызметтік міндеттеріне ең бірінші адал болуын, өзі қабылдайтын шешімдеріне әділ болуын, азаматтармен қарым-қатынаста осы әдеп нормаларын сақтауын бағытында алдын ала профилактикалық шаралар жүргізу, және де сонымен қатар, егерде ондай жағдай орын алып жатса, бұл жөнінде шаралар қабылдау. Және де тек қана мемлекеттік қызметшіні бұл жазалау, әйтпесе бір басқа жағдай емес, мемлекеттік қызметшіні қорғау қажет болса, егерде басшысы мен мемлекеттік қызметшінің арасында қандай да бір түсініспеушілік болған жағдайда мәселенің мән-жайын анықтау сияқты, бұл енді бір үлкен жұмыс. Өйткені қоғам, тіршілік, қаншама мемлекеттік қызметтің саласы болғандықтан адамдардың өмірде күнделікті бір туындап отыратын мәселелер болады. Біз енді осы бағытта жұмыс істейміз. Ең бірінші осы мемлекеттік қызметтің, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда, абыройын сақтауға қызмет етеміз. Ал енді университеттің түлектері болашақта өздері мемлекеттік қызметке барам десе, осы бағытта жұмыс істейм десе, мысалға жергілікті өзін-өзі басқару деген мамандықты университеттен бітірген қаншама студенттер қазір қызмет істеп жүр осы мемлекеттік қызмет саласында. Бұдан бұрын Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті университетпен бірлескен сол мемлекеттік қызметкерлерге, болашақ мемлекеттік қызметкерлерге арналған мектеп сияқты осы жерде жұмыс жасаған болатын. Ал енді менің ойымда да сол университет студенттеріменен жолығып, мемлекеттік қызмет деген не, оның қыр-сыры қандай, ол жерге адам не үшін барады? Ол жерге мен бір керемет жоғары табыс табам, байып кетем деп бармайды. Өйткені мемлекеттік қызмет деген бұл өте жауапты, қоғамның тарапынан білдірілген, мемлекет пен қоғамның тарапынан білдірілген ең бірінші үлкен сенім. Өз жерге барған адам, мен сол сенімді ақтаймын деп бару керек, халыққа қызмет істеймін деп бару керек. Ал егерде бөтен оймен барған адам ол жерде ұзақ тұрақтамайды. Міне осы бағытта алдағы уақытта егер университеттің әр факультетінде болмаса түрлі топтарда, жалпы университеттік қандай да бір шаралар болса, мен қатысып консультациялық кеңестер беруге дайынмын.
Енді университет мерейтойына арналған өзіңіздің жылы лебіз тілектеріңіз болса, мархабат. Университет, енді бұл университет дегенде менің өзімнің өскен шаңырағым ғой. Себебі 10 жылдық білімнен кейін, әскери қызметтен кейін осында келіп, Талдықорған педагогикалық институтына түсіп 4 жыл оқыдым. Одан кейін осы институттың сол кездегі аспирантурасын бітірдім. Педагогикалық тұрғыда Ильяс Жансүгіровтің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі деген зерттеу жұмысымен айналыстым. Сондықтан да бұл маған өте ыстық ұямыз, киелі шаңырағымыз. Мен әрине тек қана ілгерілеу, талантты шәкірттер, студенттер, ұстаздарға толағай табыс тілеймін. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Осы университеттің қабырғасынан түлеп ұшатын талантты шәкірттеріңіз көп болсын деп тілек айтқым келеді. Жақсы, аға, студиямызға келіп сұхбат жүргізгеніңізге рахмет, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Аман есен болыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің осымен тұлға бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман сау болыңыздар.